Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Естеріңізде бар болса, біз 390-нан бастап КТП-ні жариялауды қарастырған болатынбыз. Енді өткен 90-ның видеосы бар болса, соның аяқ жағына назар аударсаңыздар, 490-нан бастап біз КТП-ға жаңа сабақтарды қосуымыз керек болатын тұғын. Мысал ретінде бір класты қарастырып көрейік. Ол үшін журналыға өтеміз. Календарное планирование. Одан кейін бір класты таңдайын. Менде параллель класстар 7В мен Г бар, орыс сыныптары. Мен қазір 7-ші В класын мысал ретінде қарастырып өтейін. 490-да менде 8 сағат бар. Яғни 7 апта 4 күн. 8 апта ғой, енді дөңгелектеген кезде. Бірақ дегенмен кейбір пәндерде бір сабақ кем болады. Немесе 2 сабақ кем болуы мүмкін. Яғни мамыр айындағы демалыстар бар, тағы сол сияқты әсер етеді. Дегенмен біз сағат сандарын емес, кешіріңіздер, программаның орындалуын 100%-ға дейін толтырып қоюымыз керек. Енді қазір мен бұл жерден сіздерге көрсете алмаймын. Өйткені менде осы 7-ші сыныпқа бөлінген сағат сандары толық. Яғни тура болып тұр осы 490-ға. Мен мына жерде қазір тақырыптарды жаза алмаймын. Өйткені мен КТП жариялап қойған болатынмын. Ештеңе шықпады. Енді КТП-ға кіруім керек болады. КТП-ні басамын. Одан кейін 7-ші В сыныбын ашамын. 7-ші В сыныбында менде информатика деген пән бар. Міне тұр. Осын басайық. Назар аударайық, менде барлық жылға, яғни на весь год деп көрсетіліп тұр. Мен қазір 8 тақырып қосуым керек болады. Мен қазір расписаниені өкінішке орай қоса алмаймын. Өйткені менде толық емес 34 сағатым. Мен ол қосуым үшін мен снять с публикации деймін. Тағы да снять с публикацияды басамын. КТП-ні жариялаудан алып тастадым деген сөз. Менде барлығы 24 тақырып бар, яғни 25 сағат бар. Енді осы 25 сағатқа мен тағы да 8 сағат қосуым керек. Настройкенің ішіне кіремін де. Бағанағы көрген 490-дағы 8 сағатым бар емес па? Менде уже 1 сағат артық болып тұр. 1 сағат артық болғанымен мен 100% орындауым керек бәрібірде. Сохранитті басамын. Енді мен мына жерге бөлім қосамын, немесе бірденнен тақырыптарды қосып кете берсем болады. Менде 11-ші класстарда бірақ бөлім бар, әшейін тақырыптарды қосып кете бергенмін. Добавить раздел. Осы жерде бөлімнің атын беремін. Мына жерден ала салайын мен. Осын көшіріп алайын. Сақтау батырмасын басамыз. Қосылды. Ешқандай тақырып қосылған жоқ дейді. Әзірге менде 25 тақырып, бірақ мен оны кешіріңіздер. Мен 25-ке 35 емес, мен 25-ке 8 қоссам 33 болады екен ғой. Менде математик қандай. Сохранить батырмасын басып қояйын. Менде бір тақырыбым кем болып тұр. Бірақ дегенмен мен мына жерде бір тақырыпты, яғни 2 тақырыпты бір тақырыпқа біріктіріп қойған бір сағатым бар деген сөз. Ол қазір қай жерде екенін ұмытып қалдым, бірақ дегенмен тексеру келсе, біз оны көрсетуіміз керек. Енді тақырыпты қосамыз. Добавить тему батырмасын басамын. Мына жерде тақырыпты трехмерные модели деген тақырыпты алайын. Менде 2 тақырып бар екен, яғни 2 сағат бөлінген. Олар менде 7-ші В класы менде четверг күні, 1-ші 8 апрель. 1-ші және 8 апрель. Құрметті әріптестер, қазір мен паузаны баса тұрайын. Яғни 9 тақырыптың барлығын осылай, 8 тақырыптың барлығын осылай енгізіп алайын. Міне қазір 27 сағат болды уже. Енді 6 тақырыбым қалды. Одан кейін тақырыптарды енгізіп біткеннен кейін ары қарай видеоны қосамыз, сосын қалай жүретінін тағы бір қарастырамыз. Ары қарай қарастыратын боламыз.
Сонымен қазір ең соңғы сабағымда, яғни 490-ға берілген 8-ші сабағымда күнтізбелік жоспарға енгіздім. Бірақ мына жерде назар аударсаңыздар, менде екі тақырыбым, соңғы екі тақырыбым бірдей. Дегенмен менде БЖБ бар, яғни мен оны бөліп алуым керек уже. Қазір таңда мен бөліп алдым. Барлығы 33 сағат болды. Егер сағат сандарыңыздан асып кетсе, мысалы 34 сағатты сіз енгізіп жатсаңыз, онда міндетті түрде мына жерде сізге хабарлама шығады. Болды. Енді осы күнтізбелік жоспарды мен қайтадан жариялаймын. Яғни опубликовать, распределить, барлық оқу жылына деймін. Далее барлығын белгілеп алайын. Далее распределить. Болды, КТП жарияланды. Енді 7-ші В сыныбын ашып көрейікші. Информатика тұр ма? Міне информатика тұр. КТП жарияланды. Барлығы 33 сағат. Яғни бір демалысқа түсіп қалып тұр ғой, 1 сағатын. Содан екі тақырыбым 1 сағатқа бірігіп кетіп тұр. Яғни комбинированный сабақ болып тұр. Енді осы 7-ші В классының журналын ашып көрейік. Календарный планированиесін ашамын. Сыныпты таңдаймын. Сіздер мына өздеріңіз таңдайсыздар ғой негізі. Мен қазір администратор болғаннан кейін уже барлық мұғалімдерді көре берем деген сөз. Информатика. Посмотреть. 490-да назар аударсаңыздар, барлық сағаттарым келді. Яғни КТП-ны жариялағаннан кейін менде 490 сабақтары енеді. Ал 490 сабақтарын енгізу үшін мен КТП-ға өтемін да, КТП-дағы барлық тақырыптарды КТП-дан, яғни жариялаудан алып тастау деген кнопка болады, егер қазақша толтырсаңыздар. Соны басасыздар. Ал егер қолмен толтырып атсаңыздар, енді үлкен мұғалімдер бізде қолмен толтырып атыр көбісі. Олар қолмен толтыра берсін, биыл. Ал келесі жылдан бастап мүмкіндігінше 1 сентябрьге дейін толтырып қоюымыз керек болады. Яғни сабақ келсеңіз бізде 1 сентябрьге дейін толып, одан кейін барып КТП-ны біз алдын ала толтырып қоюымыз керек. Естеріңізге сала кететін бір нәрсе, КТП-ға біз негізі оқу жылының басында жасауымыз керек. Естеріңізде бар болса, өткен 3-ші тоқсанда да сөйтіп айтылған болатын. Бүйтіп сағаттарын барлығын беріп алғаннан кейін КТЖ-ны жариялаудан алып тастау, яғни снять с публикации деген кнопканы басып отырмаймыз да 90-да. Тек қана распределить по расписанию дейміз да. Яғни 1-ші 90-дікін біз белгілеп алдық қой. Мына жерде біз ол кезде жариялау жасап жатқан кезде 1-ші 90-ды ғана көрсетеміз. Одан кейін распределить по расписанию деп 2-ші 90 басылатын кезде тек қана 2-ші 90-ды ғана белгілей саламыз. Одан кейін распределить по расписанию деп 3-ші 90-ға келгенде 3-ші 90-ды ғана белгілей саламыз. 4-ші 90-ға келгенде 4-ші 90-ды ғана белгілей саламыз. Енді оны уақыт көрсетеді, негізі солай болу керек. Яғни КТП-ны біз оқу жылында 1 рет жасап қоюымыз керек. Яғни сентябрьдің басында 1 жасап қойсақ, әр 90-ның басында біз тек қана распределение жасап отқан кезде 90-ды ғана таңдап отырамыз. Ал жаңа осы видеоның басында сіздерде весь год деп көрсетіліп тұрған болатын, өйткені біз КТП-ны жариялаудан алып тастадық, одан кейін барып қайта қостық деген сөз. Егер сұрақтарыңыз болса, тағы да жекеге шығарсыздар. Назарларыңызға рахмет.